Баяғыда бір елдің ерлігі жұрттан асқан Ақдауыл деген батыры болған екен. Қаһарынан жау қаймығыпты. Әйтсе де елге жаманшылығы жоқ екен. Аш-жалаңаш жұртты қолдапты. Ақыры еңбегі елге жағып, халық оны қан көтеріпті. Bir күні Ақдауыл қатты ауырады. Ешбір асқа тәбеті шаппайды. Ойын-сауыққа зауқы соқпайды. Ақдауыл ханның денсаулығына аса қауіпті ештеңе жоқ, дейді атақты бір тамыршы. Қан иемді ұлы теңіздің жағасына апарып, теңіз самалымен емдеу керек. Айтты, бітті. Ұзақ жол жүріп, ұлы теңізге жетеді. Бірақ теңіздің таза ауасы, гүл жазирасы дертті, ханның көңілін қош ете алмайды. Ақдауыл хан бұрынғыдан бетер жүдей түседі. Қан иемді сонау үнді жағалауына алып бару керек. Сол жердің самал ауасы, ән сазы бұл кісіні дертінен айықтырады, дейді бір дәруіш. Сол-ақ екен, ақ шатырлы қан күймесі енді үнді еліне аттанады. Айтса айтқандай, бұл ел шынымен де керемет екен. Бірақ үнді елі де Ақдауыл ханның көңілін таба алмады. Ханның еңсесі онан сайын түседі. Ханды сонау батыстағы Қап тауына жеткізіңдер. Сол жердегі дертке шипа жер асты ыстық суымен емделсін, дейді тағы бір білгіш емші. Хан солай қарай жүруге әмір береді. Ұзақ жүріп, ақыры Қап тауына келеді. Аспанмен таласқан таулар ханның есін алады. Жер асты ыстық суы ханды рахатқа бөлейді. Бірақ бұл да ұзақ болмай шығады. Хан қайта жүдей бастайды. Ақыры Ақ ордасына қайтқан хан нөкерлеріне, осы елде білгір дәруіш жоқ па? Деп ақырады. Шаба жөнелген нөкерлер сақал шашы әппақ қудай бір қартты алып келеді. Олар, шын дәруіш болсаң, ханның дертін тап, деп айқайлайды дәруішке. Таппасаң, сорың қайнайды. Қарт дәруіш ханның тамырын ұстап отырып, сіз жаугершілікпен жүріп, ер үсті ат жалында ұзақ жыл түн қаттыңыз. Енді сіз үшін оның ешқандай қызығы жоқ. Енді бір қызық болса, өз туған жеріңіз. Ана құрсағынан шыр етіп түсіп, алғаш қадам басқан жеріңіз қызық болар. Одан да ат ізін үзеңгіңізге нелер заман өтті ғой, дейді. Менің туған жерім бе? Деп аңырап қалады Ақдауыл хан. Сонау тозған тау маңындағы тар қуыстағы ескі жұрт па? Мейлі, оны да көрелік. Апарыңдар мені сонда. Ақдауыл ханды тозған тау қуысындағы шағын қыстаққа алып келеді. Туған жерін көргенде ханның жанарына жас үйіріледі. Көкірегінде әлде қандай сиқырлы әуен күмбірлеп ән айтқысы келгендей болады. Бейберекет шашылып жатқан қаратас та, сылдырап ағып жатқан ақ бұлақ та тым ыстық көрінеді. Сол баяғы бала күнгідей бұлақ басындағы қос шынар әлі көктіреп тербеліп тұр. Ақдауыл ханның қуанышы кеудесіне сыймай тасып төгіле береді. Ол ақ күймеден атып шығып, балаша мәз боп айқай салады. Жүгіріп барып, бала қойшыны құшақтайды. Ақдауыл хан Ақбұлаққа жетіп, етбеттей жатып, Кәусар суынан сіміреді. Хан ақылынан адасты, деп ойлаған нөкерлері айнала қоршап, состиып қарап тұрады. Кенет хан, естеріңде болсын, туған жердің самалын ешқандай ұлы теңізіңнің самалы ауыстыра алмайды. Туған жердің ауасына, әуеніне мың үндінің әуені де жетпейді. Мұны естеріңде ұстаңдар, деп күймесіне отырады. Ал енді Ақ ордаға тартыңдар қайта. Ақдауыл хан ауруынан құлан таза жазылыпты. Осыдан соң туған жерін де ұмытпай, жиі-жиі кеп тұратын болыпты.